басыңа іс түссе, қандай шешім қабылдайтыныңды білмесең, тек қана заң аясында шешім қабылда, сонда жеңесің. Небір алаяқ әйелдер алаяқтықты жасап жүріп, жылма-жыл баланы тауып, жоспарлап жүруі де мүмкін. Ананы қарасаң, 4 жұмыста жүрген танымалы журналист Меруерт Әйтеновадан күшті машина мінеді. Біз мына жерде 10 теңге жаңағындай үнемдеп қаламыз деп, миллиардтаған ақшаға орынып қалуымыз мүмкін. Ана өкіметтікіне барсаң, порталға жазылды, страховкаң бар ма деп басың ауырып кетеді ғой. Аналар көп, одан сайын өлгіп кетеді ғой ауырып. Заңды айналып өтем деп, мені сол жаңағы өзіңіздің жаңағы заңсыз іс-әрекеттеріңізге сыбайлас қылып жасағыңыз келіп тұр. Қазақта бір өзі маңдайы тершіп, шай ішпесе, сорпаланбаса, іші жылымаса, тірі жүрмей ме бір нәрсе ғой. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін деп айта алмайды ғой, себебі мен бизнесмен боламын деп айтады. Иә. Дұрыс па? Мұғалім қайдан Феррари мінеді жаным ол. Қандай бизнесті игересің? Қазақша ойласа, ол менің жерім үшін, елім үшін деп қызмет жасайды. Сәлем достар, Меруерт Әйтенованың YouTube каналы Қымбат сұхбат. Бүгін бізде елімізге белгілі спикер, юрист, адвокат және қоғамдағы әлсіз жағдайда жүрген жандардың жанашыры, тегін юрист адвокаты болып жүрген Асылбек Абдраимов бауырымыз. Рахмет бауырым, алтын уақытыңды қиып, маған арнайы сұхбат беруге келгенің үшін, сұхбатқа келіскенің үшін саған үлкен рахмет айтам. Кеше ғана елімізді дүр сілкіндірген, үлкен резонанс туғызған бір енді ауыр іс қой. Соны бітірдіңдер, соттың үкімі шықты. Қалай болды, не болды? Барлығын әлеуметтік желіде көріп отырмыз ғой, бірақ та әйел ретінде Ақтотының баласының жастығына қарай аман-есен қалғанына әзірге. Ана әйел ретінде қуанып отырмын. Бұрын аямайтын еді. Бұл заң қайдан, қашан пайда болды, соны айтсаңыз? 16 қыркүйек 25 жылы еліміздің президенті кейбір заңнамаларға қылмыстық кодекске, қылмыстық іс жүргізу кодексіне өзгерістер енгізді. Сол орайда қылмыстық кодекстің 74-ші бабында аса ауыр қылмыстарды жасаған әйел адамдар өздеріне тағайындалған қылмыстық істер бойынша тағайындалған жазадан уақытша шегерілуі мүмкін, егерде олардың қарауында жасөспірім балалар болса деп солай өзгертілген. Оны бұрын ол соттың қарауында болған, сот өз шешім қабылдайды. Ал 16 қыркүйек 2025 жылдан бастап ол міндетті процедура болып кетті. Енді бұл бір жағынан әйел аналарымызға деген қамқорлық шығар, енді жоғары жақтағы көкелеріміздің арқасында жасалып жатқан. Бірақ та дәл осы заңды пайдаланып, небір алаяқ әйелдер алаяқтықты жасап жүріп, жылма-жыл баланы тауып, жоспарлап жүруі де мүмкін ғой. Иә, бала көтеріп қалып деп тұрсыз. Алаяқтық жасап жүре береді, әдемілеп. Қоғамда ондай оқиғалар кездеседі. Алаяқтық жасайтын азаматтар, олар аналитиктер, олар психологтар, олар заңнаманы түбегейлі бәрін қарап қойған. Және заңнамада алаяқтық жасаған азаматтар мысалы ауырлататын мән-жайлардың бәрін көріп отырады. Сондықтан мысалы бірнеше адамға қатысты алаяқтық жасаған кезде олар аса ауыр болып кетпес үшін олар сомасын аз алады, бірақ көп алады бірнеше адамнан. Түсіндіңіз ба? 10 миллион алу керек болатын болса, оны 10 шақты адамға бөліп алады. Түсіндіңіз ба? Сонда мысалы аса ауыр 190-шы бап қылмыстық кодекстің 4-ші бөлігінде аса ірі мөлшерде алаяқтық жасады дегеніміз жаңағы сомасы 14 миллион теңгеден асып кетсе. 14 миллионға дейінгі мысалы ол ауыр. Түсіндіңіз ба да? Олар біледі. 5 жылдан 10 жылға дейін, немесе 3 жылдан 7 жылға дейін деген сияқты. Сосын мынандай мәселе бар да, ақшаны қайтармайды, ол айтады, мен жазамды өтеп келдім дейді. Бірақ ана ақшаны жердің астына қасып кетіп ме білмейсің, ол шот тастамайды ғой. Шотында ақша болмайды ол алаяқтың. Ал келеді де, бір 6 жыл түрмеде, немесе 4 жыл түрмеде отырып келеді де, қарасаң жарқырап жүреді бір әйелдер. Талай әйелді білемін мен. 4 жыл отырып келген, 7 жыл отырып келген. Ананы қарасаң 4 жұмыста жүрген танымалы журналист Меруерт Әйтеновадан күшті машина мінеді.
күшті үйде тұрады. Таң қаласың. Егер де бостан қылмысты олар біреумен ойласып, бірге алдын ала сөз байласып істеп, бірақ бір азамат жаңағы қылмыстық жауапкершілікке тартылмай қалса, және оның өзі суыттырылса, ол сыртта қалуы мүмкін. Бас бостандығынан айырылмай, жаңағы іс бойынша өтпейді ол. Бірақ оның жаңағы шашбауын көтеріп, жаңағы жиналған ақшаларды сақтап, депозитінде болмаса бір дүние мүлік алып қойып, оны жалға беріп деген сияқты. Ана кісі шыққаннан кейін екеуі бөлісіп алады. Бірақ олардың да арасында көптеген жаңағы ұрыс керістер болып тұрады. Ол кейіннен ашылып кетуі мүмкін. Ерекс болып қалуы да мүмкін ғой, бір-бірінің артын ашып деген сияқты. Енді дүние талас болып кетуі мүмкін. Дүние талас. Дұрыс айтасыз, кешегі жағдайда ерлі зайыптылардың бірін масқара ету, енді сондай бір қоғамда орын алып жатыр ғой. Бір сондай бір жағдаяттар бетпе-бет бізді таныстырды ғой. Кімнің кім екенін білдік. Сонда қойнымыздағы күйеуімізге сенбейміз бе, немесе әйелімізге сенбейміз бе, не сұмдық болып кетті деген бір ой келіп жатыр да. Ол үшін енді бірігіп жасап, түбінде сотқа келген кезде көрдіңіз бе, әркім өзінің сыртындағы киімін бассау қалайды. Себебі енді ерлі зайыптылар болатын болса, бұл жерде қазіргі қоғамда ер азамат қалай? Ол деген бұл жерде статусы кішкене бөлектеу да. Мысалы, қазір ер азамат қоғамдағы жаңағы талаптар, жұмыстағы талаптар бәрі өзгеріп жатыр ғой. Оған ер азамат бір қысымда жүрген сияқты. Қысымда. Себебі заң өзгеріп жатыр, әйелдердің құқықтары барынша қорғалып жатыр. Жаңағы әйелдерге алимент өндіру, жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғану, және жаңағы жұмыстағы не дейміз, айлық жалақысы, олардың жаңағы үстемақы алу, жәрдемақы алу сұрақтары көп туындайды. Сіз жалпы ер азаматтарды айтып отырсыз, қазір қоғамдағы? Қоғамдағы әйел азаматтар, ер азаматтар жайлы айтып отырмын. Енді ер азамат бұрында мысалы ол қатаңдық болады ғой, ер азаматта қатаңдық деген. Қазір қатаңдықтан көбінесе жаңағы өзі ақылға сай, тұрақты, көркем мінезді, сосын жаңағы балаларға дұрыс тәрбие беріп, дұрыс бағыт бере алатын азамат. Оған ертең жаңағы отбасына тірек бола алатын азаматтар, саналы азаматтар қоғамда қалыптасуы тиіс, қалыптасып келе жатыр. Бірақ енді бір құмалақ бір қармай шыртеді дегендей, қоғамда кейбір қылмыстар орын алып жатыр. Жоқ, жалпы мен мына ұғымды айтқым келіп отыр да, ерлі зайыпты болып енді алаяқтық жасап жатқанда бір төсекте жатасың, бір қазаннан тамақ жейсің, ортақ балаларың бар. Бірін жасап жатқан тірлікті екіншін білмейді, көзін жұмып қарап отырмын деген ол енді түбегейлі өтірік, біледі, сезеді. Ал бірақ соттың алдына келген кезде ештеңені білмедім, көрмедім деген сондай тайқып шығу бір ғадеті болды да. Енді заңның тетігі бар ғой. Заңда көзделген өзіңнің жақын туыстарыңа қарсы жауап, қарсы жаңағы дәлел бермеуден бас тартуға болады. Негізінде. Иә, болады. Жолдасына, жолдасы күйеуіне жаңағындай қарсы жауап бермеуге өз құқығы бар. Жауап беруден бас тартуға құқығы бар. Соны көбінде қолданбайды азаматтар. Бір-бірінің жаңағы тергеуге келген кезде бұл жердегі атмосфера өзі бөлекше ғой. Иә. Сол жердегі тергеудің тергеу орнына келген кезде ол сол жерде сынып қалады, мойын сынып қалады, өз құқықтарын білмейді, құқықтық сауаттылық жоқ. Содан кейін қорғаштаймын дегеннің өзінде де қорғаштай алмайды. Оны сіздер, юрист адвокаттар, соны алдын ала түсіндірсеңіздер, процедураны өткізсеңіздер. Сіздің осындай да мүмкіндігіңіз бар деп. Біз әрқашанда, мен жаңағы Instagram, Facebook, TikTok парақтарын жүргіземін, желіде отырамын. Құқықтық сауаттылықты артуға өзінің үлесімді қосу үшін жаңағы бейне роликтер түсіріп, сол жерде жаңағы кеңестерімді айтып отырамын. Мінекей, халық та соны білу керек. Сіздер үшін уақыт тауып, бір тиын құн сұрамай,
тегін ақпараттарды, кеңестерді беріп отырған кезде мықты мамандардың кеңестерін пайдалануларыңыз керек қой. Бостан өзге нәрсені көре бермейді. Ол да бір керекті, маңызды ғой, өміріміз үшін маңызды негізінде. Ал енді өзіңіз айтып қалдыңыз, ер азаматтардың беделі осы қоғамда өте төмен болып бара жатыр деп. Бұл заңдар уақыт өте келе керісінше жұмыс жасайды деген болжам бар ма сізде? Енді бұл жерде заңның керісінше жұмыс жасайды ма, ол жасамайды ма, ол туралы мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ ең басты айтарым, заң қорғайды. Заң қорғау үшін жазылады. Ол өзгертулер енгізіледі. Күнделікті заңнама адам құқықтарын қорғау үшін өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп, жаңағы басылымға шығарылып жатыр. Заңнаманы өз жаңағы үлесіне пайдалану, ол жаңағы көбіне жаңағы алаяқтардың іс-әрекеті. Заңнаманың кемшілігін байқап, соны өз үлесіне пайдалану, ол жаңағы заңға кереғар іс-әрекет. Сондықтан жаңағы сіз жаңағы айтып кеттіңіз, отбасындағы ерлі-зайыптар бір-бірін осындай болады, жақсы болады, төсекте бірге жатады, дастарханда бірге отырады, балаларды бірге тәрбиелейді дегенде. Бірақ жеме-жемге келген кезде олар бір-біріне қас жаудай болып кетуі мүмкін. Ондай оқиғалар қоғамда орын алып жатыр. Сот процестерінде, қылмыстық іс жүргізу процестерінде бәр жерде ол орын алып жатыр. Себебі ол жерде енді нақтылай келсек, біз әрқайсымыздың ойымызда, санамызда біз құқықтық, саналы, демократиялық мемлекетпіз ғой. Сондықтан ұрпақты артымызда жақсы ұрпақ қалдыру үшін біз қылмыс деген нәрседен аулақ, алшақ болуды бала шағамызға тәрбиелеу керекпіз. Ол біздің біріншіден өзіміздің жаңағы біреуді тәрбиелегеннен гөрі, мысалы балаға қандай, өзіңнің іс-әрекетіңнен, өзіңнің үлгіңмен сен оған көрсете білу керексің. Қандай әрекет жасап жүрсің, адал еңбекпен нан тауып жатырсың, соны үйге әкеп жатсың, бір бөлке нанды жаңағыда бөліп, балалардың әрқайсысына тепе-тең бөліп, тәуелсіз қылып, мысалы, тәуелсіз, ойы ашық азаматтарды өсіру керекпіз. Сіз енді заңгер ретінде дұрыс айтып отырсыз, журналист ретінде, жазушы ретінде мен де қолдаймын. Бірақ та бөлген нанға қанағат жоқ қой. Бөлген нанның үстіне май жаққысы келеді, майдың үстіне не жаққысы келеді? Тағы да бір нәрсе жағып, тәтті етіп жегісі келеді ғой. Екі жағып дейсің. Енді әртүрлі нәрсе жаққысы келеді ғой, майдың үстіне, нан мен майға қанағат ететін бар ма қазір адам? Енді ол да бір үлкен адамға мысалы керек бір қасиет қой, қанағат деген. Ол бірінші аманат, осы біздің еліміз, жеріміз кең байтақ. Содан кейін жағы қанағат. Қанағат болмаса, міндетті түрде адал еңбекпен, енді бір жұмыстан екінші жұмыс істеуге үлгеріп жатсаң, екінші жұмыс жаса. Үйден жұмыс жаса, ақыл кеңесіңді бер. Енді адам баласына Құдай жаратты, Құдай енді айтып тұр ғой. Жоқ, дұрыс қой, оның барлығы логикалық түрде, философиялық түрде өте жақсы. Бірақ та алаяқтардың заманы болып тұр да, мынау көшедегі әдемі өсіп тұрған гүлді барып жұлып кетсең не болады? Әкімшілік жауапкершілік. Егерде енді өте дұрыс, ойыңызды мен түсіндім. Бұл жерде мен құқықтық кеңесім ретінде, құқықтық сауаттылық ретінде адамдарға кішкене өз дәрежеңді, материалдық дәрежеңді, деңгейіңді өсірем десең, бірінші қосымша бір білім алу, ілім алу. Соны үйреніп, соны жаңағындай ашып, бизнес ретінде кішкентай нәрседен бастау керек. Біздікі не? Біз асығамыз да, тез болсын дейміз. Тез болсын дейміз, біз жыртқыш аң сияқты болып кетеміз, акула сияқты болып кетеміз, арыстан болып кетеміз мысалы. Ұсталмайтын сияқты ғой. Ұсталмайтын сияқты. Бірақ енді мен өзім мысалы оң қой жей алмаймын ғой. Бірден. Сондықтан анау үнемдеп, асықпай, қадамды нық басып, ойланып басу керек та. Содан кейін қазір көптеген жаңағы білімдерді онлайн алуға болады. Мысалы,
міндетті түрде жаңағы диплом, мысалы сертификат мысалы керек шығар. Бірақ енді бизнесте ондай көп нәрсеге мысалы басты жасату керек дейсіз ғой. Онсыз да мысалы бизнес жасап жүрген азаматтар көп. Мысалы көптеген америкалық шетел азаматтар, миллиардерлер, оларда білім болмаған. Орта біліммен. Қырып бара жатыр дейсіз ғой. Орта біліммен де қырып бара жатыр. Заводтың басшысы болып, басқаның басшысы болып, мысалы кез. Олар бірақ кішкентай нәрседен бастаған. Сондықтан бізде оқуға, білімге деген ынта болу керек, үйренуге, және сол білімнен пайда табу, ол бізге қауіпсіз болады. Жеңіл жолмен пайда табу, ол яғни жаңағы көптеген алаяқтардың жаңағы кесірі осы, солардың жаңағы жеңіл, оңай ақша табу олардың бірінші мақсаты. Олар жұмыс істегісі келмейді. Күректі алып, огород қазып, жаңағы помидор, огурцы отырғысы келмейді олар. Түсініңіз ғой? Бірақ олар көбейіп бара жатыр ғой. Олар көбейіп бір мемлекеттік жаңағы нелер бар ғой, біздің бағдарламалар бар, мемлекет арқылы алатын ақшалар бар, қайтарымсыз ақша. Солардың маңайында толып жатқан алаяқтар ғой. Толып жүрген алаяқтар. Олардың бәрін соттай бересің, адам қалмайтын сияқты. 10 адам кетіп барса, соның 5-еуі алаяқ. Енді алаяқтықтың қазір көп түрлері бар ғой, жаңағы интернет алаяқтары, кибер алаяқтар, соған мысалы жаңадан қызметтер ашылып жатыр, кейбір жаңа қылмыстармен күресу. Бірақ оларды қарап отырсаңыз, анау жаңа телефон шалып, мысалы сіздің кредитіңіз жабылмай жатыр, анау жабылмай жатыр, бүйтпей жатыр, больницадан звондап жатырмыз, мынандай кодты айтыңыз деп мысалы көп интернет алаяқтар болып жатыр. Адамды психологиялық жағдайда мысалы ұстап тұрып, оны телефонда мысалы қоңырау шалып, оны банкке жаңа телефонына арқылы жаңағы сіз маған кодты айтыңыз деп, олар несие рәсімдеп, ол ақшаны басқа жаққа аудартқызып жүреді, мысалы. Аз уақыт ішінде. Аз уақыт ішінде. 10-15 жарты сағаттың ішінде, мысалы, соның тіршіліктің бәрін жасап жүреді. Бірақ көбінде олардың бәрі шетелде отырады. Көршілес мемлекеттерде. Ал бізде олардың жаңағы IP мекенжайлары анықтау қиынға соғады. Себебі қазір Starlink деген интернет желісін Илон Масктың шығарған антеннасы бар, құрылғысы бар. Оның жүйесі, мысалы, бір уақыт аралығында өзінің IP мекенжайларын ауыстыру. Ол мысалы көрсетіп тұрады, не деп отыр деп, Францияда отыр деп, не болмаса Қытайда отыр деп, қарап отырсаңыз, көршілес Қырғызстанда отыр мүмкін. Түсіндіңіз ғой, да? Сол үшін IP мекенжайларын табу өте қиын. Мынау Telegram желісі деген қазір бізге көптеген қылмыстардың орын алып жатқанына кедергісін тигізіп жатыр. Telegram каналды менің ойымша жабу керек. Telegram каналды? Иә, Telegramды жабу керек. Telegramды, болмаса TikTokты, және қазір қылмыстар, мысалы көбіне қылмыстар, жаңағы нашақорлық қылмыстары Telegram арқылы жаңағы закладчиктер дейді, бәрі сөйледі жаңағы жарнама жасап, жаңағы үйде отырып пайда табасыз, дропперлер дейді, мысалы, біреудің шотына ақша салып жүреді, оны мына жаққа жібере сал, сен үлесіңді алып отырасың, 5-10 мың теңгеңді деп, әр жіберген транзакциядан. Мысалы, көптеген сол қылмыстардың бәрі Telegram арқылы табылып жатады. Содан кейін жаңағы көптеген ойындар, көп азаматтар бізде жаңағы интернет желісі арқылы ойын ойнайды. Counter-Strike, басқа, мысалы, Roblox. Сұмдық ойнайды. Сұмдық ойнайды, мысалы. Сол ойындардың ішінде бір-бірімен сөйлесу жаңағы функциясы бар. Сол жерден сөйлесіп, мысалы, телефон жазылып қалады, телефон қосылымдары көрсетіліп қалады, ана жерден көрінбейді деп ойлау мүмкін ғой, бірақ оның бәрі көрінеді. Оның бәрі көрінеді, қазір ондай қылмыстар ашылып жатыр. Нашақорлық бойынша, жаңағы кейбір қылмыстар бойынша, алаяқтық бойынша, ол қылмыстардың іздері ашылып жатыр. Ашылып жатыр. Осы телефонмен ойын демекші, телефон ойындарына Қазақстанның статистикасы бойынша үйде отырған жұмысы жоқ әйелдер көптеп кіріп кетіпті. Енді ондай да бар. Қарап отырсаңыз, TikTok'ты ашып қарасаңыз, көріп отырсыз ғой, мысалы, TikTok, Instagram желілерінде не шығады, жарнама шығады ойын. Сіз қызық деп көресіз, басасыз, басып қаласыз, ол сіздің телефоныңызға жүйе енгізіледі,
Содан кейін барып басында бір 3 күн не дейді жаңағы ақысыз дейді. Содан кейін барып олар басында кіріп қояды. Ақырындап. Ой, сұмдық қой олардың несі. Адам баласына көбіне мысалы өзін жаңағы сақтап қалу үшін жаңағы көбіне телефоннан алшақ болу керек сияқты. Телефонсыз да өмір сүрдік, осы күнге дейін жеттік қой мысалы. Ал енді өткенде бір шетелде төңкеріс болған, сол осы әлеуметтік желі үшін болып тұр ғой. Бір күнде мемлекет өшіріп тастады, халық келді де төңкеріп тастады мемлекетін. Көрдіңіз ба әлеуметтік желінің құдіретін? Адамдар соншалықты соған байланып отыр екен ғой. Байланып отыр. Қазір қарап отырсаңыз, телефонда сіздің бүкіл құжаттарыңыз бар. Иә, көлік жүргізу төлқұжатыңыз, паспортыңыз, көлік жүргізу құжаты, балаларыңыздың метіркелері бәрі сонда. Ақша құрылымдары жаңағы бізде не дейді, қосымшалар, приложение банктердің бәрі біз телефон арқылы төлеп отырмыз. Қазір Каспий шығарды, алақан дегенді мысалы. Айтпаңыз. Неше түрлі. Бүкіл өміріміз алақанда? Бүкіл өміріміз сол алақан мен телефонда қазір. Сондықтан енді телефон бәрін өз пайдамызға біз жақсы жағынан келтіруімізге болады. Бірақ ең басты мәселе бұл жерде бір нәрсеге жаңағы кірместен бұрын, бір нәрсені жаңағы ойламастан бұрын, біреумен сөйлеспестен, бір мәмілеге келместен бұрын ойлану керек, тоқтау керек, уақыт алу керек. Таңдау еркі бар дейсіз ғой саналы адамда. Таңдау еркі бар. Біз айтамыз, көп мысалы алаяқтыққа ұшырайтындар әлеуметтік жаңағы жағдай төмен азаматтар деп айтамыз. Бірақ мен сізге айтайын, алаяқтың бизнесте де мысалы, бизнес өкілдерінде де араларында алаяқтық бар. Ол бизнесте мысалы, ол бір күнде істелінбеуі мүмкін. Бір күнде сенен шығып кетпеуі мүмкін. Ол жылдап келе жатқан сенім кейін бір күнде жаңағы хрустальдың стақаны сияқты сынады. Дұрыс айтасыз. Иә. Тамшылап келіп тұр ғой. Ол жерде мысалы көп бизнесмендер өздерінің жаңағы бизнесінің өршуіне, оның дамуына келе жатқан жолда, олар кішкене көздері жабылып қалады, ойлар басқа жақта болып қалуы мүмкін. Менде жақсы бәрі, менде бәрі таза, мен әдемі келе жатырмын дейді. Бірақ оған жанынан достары көбейе бастайды, жаңағы серіктестер көбейе бастайды. Сол кезде мәмілелер, бізде қазақта көп қой, жаңағы Қазақстанда азаматтар тема шықты, мынандай тема бар, мынандай тема бар деп айтады. Сол кезде барлық бизнес жоспарларды, бизнес проекттерді бастамас бұрын жақсы өзіңіздің жаңағы компанияңызға, не болмаса консалтинг дейді, жаңағы адвокат, бұрын жаңағы тергеуде жұмыс жасаған, қазір заң саласында жүрген жаңағы өте білікті мамандар көп. Содан кейін жаңағы қаржылық жаңағы мамандар. Екі адам ғой бұл жерде. Біреуі жақсы заңгер, біреуі жақсы қаржылық маман. Сол екеуін алып жүр. Сонда сенің ешқандай жаңағы бір алаяқтарға, болмаса қандай жоқ бір қара схемаларға кетіп қалуың, кейін жауапкершілік тартып кетуің, ол аз деңгейде мөлшерде болады ғой. Болмауы да мүмкін. Өйткені маман жоқ қой қасында. Болмауы да мүмкін. Бірақ бізді не жаңағы біз арзанға жүгіреміз ғой. Адам баласы сонда бір жаңағы жақсы маман, ол қымбат маман. Сондықтан біз мына жерде 10 теңге жаңағындай үнемдеп қаламыз деп миллиардтаған ақшаға ұрынып қалуымыз мүмкін. Ол енді үлкен завод фабрикалары бар, толымдау азаматтарға ғой енді. Ортан қолылар қайдан нетеді оны, орта кәсіптегілер. Орта кәсіпте көп алаяқтық бар. Көбіне жаңағында бірге жұмыс жасаймыз, бірге бүйтеміз дейді жаңағы. Бірақ бәрі келісімшарт бойынша жаңағы уставной капитал дейді. Соларды сөйерде жаңағы өздерінің жаңағы доляларын бәрін келісімшарт арқылы белгілеп алу керек. Әр қайсының міндеттемесін жаңағында қағазға қол қойдырып алу керек. Қағазға қол қоймай ешкімге жаңағы ақша бермеу керек. Бізде қалай бәрі, ой менің досым, мынау ананың досы, мынау күйеу баласы, мынау менің қайнағам, бұған сенсең болады, мен тұрмын, мен гарантия дейді. Сол сөйерде бір дастархан жайды, бір шәугім шай ішеді, сөйерде бүкіл вопростарды шешеді, ақшаны береді, бітті, жылдап артынан жүгіреді содан кейін. Енді Асеке, бізде барлық
мәселе сол бір шәугім шайдың айналасында, бір шәугім шайдың артында енді бір қазан етті ұрып аламыз. Сол жерде тірлік шеше береміз ғой, енді олай да тірлік шешіліп жатыр. Олай да тірлік шешіліп жатыр, бірақ енді бір қазақта бір өзі маңдайы тершіп бір шай ішпесе, сорпаланбаса, іші жылымаса тірлік жүрмей ме, бір нәрсе ғой деймін. біз теріс жағын қазір осы жерде талқылап отырмыз ғой, сондықтан мен көбіне айтарым сол, мен ойланайын, мен ақылдасайын деп бір уақыт бір күнге алмасы алу керек та. Заңгермен ақылдасып кеңес. Заңгермен. Қазір онлайн жаңағы адвокаттар бар, жаңағы консультация береді. Мен де өзім онлайн консультация кеңес берем. Маған звондайды, мен айтам, кеңес осынша ақылы, ол менің жаңағы ақшасын төлейді. Мен сол орайда бүкіл жаңа уақытымды бөліп, барлық заңнамаларды көтеріп, толықтай кеңес берем, онлайнда болады. Егерде ол осымен қанағаттанбаса, мен оны өзімнің офисіме шақырып, сөйерде қағаз жүзінде көрсетіп, бәрін. Кейбірлер сөйлеске тыңдап түсініп алады, кейбірлер көріп түсінеді да, мысалы. Фокустары қандай олардың. Сондықтан бүйтіп ашып, кітаптың бетін, заңнаманың, мынау бап бойынша осындай, мынерде сіз ұтыласыз, мынерде сіз жеңесіз деген мәселенің бәрін ашып айқындап береміз. Өте тамаша. Ол арзан. Мысалы, біреу 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион деген сияқты 100 миллионның жаңағы сұрақтарымен келіп жатады. Одан да сен 10 мың теңге, 20 мың теңге консультацияға төледі. Сол жаңағы заң... Ақшаңды сақтап қал дейсің ғой. Ақшаңды сақтап қал. Ұтылмауды. Айналып өтуді. Енді денсаулығың көтеріліп қалсаңыз, жүрегіңіз ауырып қалса, давление көтерілсе, сіз не істейсіз? Дәрігер істейміз. Сіз дәрігер дейсіз. Сіз поликлиникаға барғыңыз келмейді. Сіз не істейсіз? Сіз отбасылық дәрігерім болса екен дейсіз. Ақылы поликлиникаға барам, ақылы больницаға барам дейсіз. Ол жерге жаңа кірген кезде сізге ресепшнда не дейді? Консультация 15 мың теңге төлеңіз, содан кейін сіз осындай 9-шы кабинетке өтіңіз дейді. Енді 15 мың теңгеге жадырап жайнап қарсы алады ғой. Кофесін береді, суын береді. Рахаттанып қаласың. Ана өкіметтікіне барсаң, порталға жазыл дейді, страховкаң бар ма дейді, басың ауырып кетеді ғой. Кемпір шал бәрі отырады, бәрін жаңа тыжырайып кеткен беттері. Аналар көріп, одан сайын өлгің келіп кетеді ғой, ауырып. Ондай бар. Сондықтан енді біз өзімізге келген кезде, біз денсаулығымызға, жанымыз, тісіміз ауырып барса, тырнағымыз ауырып барса, біз не істейміз? Жүгіріп кетеміз ғой. Ақылы дәрігердікі. Жекеменшікке барамыз. Жекеменшікке барамыз. Сіздікі тек қана жекеменшік қой. Ал енді сіздің ақшаңыз жекеменшік емес пе? Дұрыс айтасыз. Сіздің дүниеңіз жекеменшік емес пе? Неге сіз жаңағы заңгерге бармайсыз? Неге сонымен ақылдаспайсыз? Неге одан бір бағдар алмайсыз? Деген сұрақ туындайды. Дұрыс. Арзанға жүгірем деп көпке орынып қалады да, мысалы. Ал енді осы тұста, осы танымалы юрист адвокаттардың көбісі алаяқ болып кетті, миллиондап ақшаны алып, істі соңына дейін апармайды деп дау болып жүргендер де бар ғой, әлеуметтік. Енді мен ол туралы да айтқым келеді. Ол өте орынды сұрақ. Ол қоғамда орын алып жатқан оқиға. Енді қазір жақсы маман, мысалы заңгер, ол дипломның сапасымен ғана шектеліп қоймайды ғой. Ол деген артта қалған дүние. Ол диплом жаңағы бәріміздің дипломдарымыз бір жерде тұр, шаң басып. Дұрыс па? Қай кезде бет ашылды дейсіз? Қай кезде бет ашылды. Енді менің үш жаңағы образованием бар, жаңағы мен қаржы полиция академиясын бітіргем, 4 жыл казармада, қаржы полиция органдарында қызмет жасадым. Сосын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінде жұмыс жасадым. Тергеу саласында 14 жыл қызмет жасадым. Сондықтан кейінден, мысалы, мен государственное местное управление, жергілікті жаңағы басқару, оны да экономикалық білімді Тараз қаласында Мұхаммед Хайдар Дулати, ол жерде де жаңағы білім алдым. Содан кейін Евразиялық университетте жаңа магистр, бакалавр болдық қой біз, енді магистр жаңағы дәрежесіне өттім, мысалы. Оқудан тайынбаймыз, оқу керек, іздену керек. Содан кейін енді қазір қарап отырсаңыз, әрбір іс ол адвокаттың абыройы. Осы жерде адам деген қазір не іздейді? Адамгершілік іздейді, тиянақтылық іздейді, жауапкершілік іздейді. Сондықтан біз адвокаттар әрбір ісімізге жауаптымыз. Бірақ
қоғамда бір алданыш бар. Қоғамда мысалы адвокатқа, заңгерге, енді адвокат деген ол өзінің лицензиясы бар, және қылмыстық істер бойынша ол жаңағы күдіктіні қорғай алады. Тергеу барысында, барлық сот сатыларында. Заңгер тек юрист дейміз ғой, жаңағы юриконсультант. Олар Қазақстанда 14,5 мыңнан асады. Адвокаттар 6,700-ден асады. Лицензиясы бар Қазақстан бойынша. Енді ол жерде қарап тұрсаңыз, екеуінің айырмашылығы сол. Кейбір юристер мен адвокатпын деп өзін таныстырып, қылмыстық істер бойынша жаңағы келісім шартқа жеме-жемеге келгенде адвокат емес. Иә, одан кейін ол алып, өз атынан жаңағы бір адвокатпен келісім шартқа отырып, анаған істе дейді, ол істей ма, істемей ма, мысалы көп нәрсеге сондай оқиғалар орын алып отыр. Ол бір жағы. Адвокаттарда мысалы өз адвокатпен де мысалы келісім шарт толтырған кезде, олар адвокатқа келген кезде бірінші куәлігін көрсін. Куәлігінде аты жөні жазылады адвокаттың. Ол жерде лицензия номер жазылады. Қай күні берілген, ол жазылады. Және жаңағы куәлігі қай күнге дейін мысалы заңдылығы бар, заңды күші бар. Сосын жаңағы лицензияны көру керек. Ол жерде QR тұрады мысалы. Кірген кезде әділет министрлігінен шарт етіп шыға келеді мысалы фамилиясы. Бар ма ол, жоқ па? Содан кейін барып келісім шарт болады. Келісім шартта барлық жаңағы өзара жаңағы талаптар, мысалы мен қандай міндеттерім бар, ол кісінің қандай міндеттері бар, арадағы жауапкершілік қандай деген, жаңа қанша қаржы төленеді, қалай төленеді деген сияқты сұрақтардың бәрі жазылады. Оның бәрін түбегейлі оқып шығып, сол жерге жаңа келіссеңіз, мен келістім деп қол қойып, содан кейін жаңа ақша төлеген кезде ақша банк арқылы аударсаңыз да болады, Каспий арқылы, Халық банк дейді, жаңағы басқа банктер. Сол кезде түбіртек болады, түбіртекті сақтау керек. Келісім шарттың екінші көшірмесін алу керек міндетті түрде. Себебі сіз өзіңіз жұмыспен қанағаттанбай жатқан жағдайда сол келісім шарттың жаңағы дауласуға иә, сотқа да мысалы, енді сотқа дейін апармауға да болады. Сол жерде адвокаттық алқа бар. Мысалы, қай бір қаланың болсын, облыстың болсын адвокаттық алқалар бар. Адвокат қай жерде жаңағы тіркелгенін бәрін біліп, сол жерде жазылып тұрады ғой келісім шартта. Жаңағы сол жерге барып, басшылығына кіріп шағымданып, менде осындай сұрақтарым бар, мынау кісі маған жауап бермей жатыр, менің жұмыстарымды дұрыс атқармай жатыр, тергеуге қатыспай жатыр, менің мүддемді толыққанды қорғамай жатыр деп шағымданса, оған тексеру тағайындалып, нәтижесі болады ма? Нәтижесі болады. Нәтижесі міндетті түрде болады. Егер де адвокаттың әрекеті жаңағы заң бұзушылықтар, адвокаттық этикалы олардың бәрі жаңағы бұзылса, онда жаңағы адвокаттық алқа өзі жаңағы лицензияны тоқтату, немесе айыру туралы жаңағы шешім шығарады. Иә, представление дейміз жаңағы, ұсыныс жасайды, и министрлік оны жаңағы сот арқылы лицензиясын айыруға мүмкіндігі бар. Бірақ енді оған дейін бармайық, жаңағы адамгершілікпен шешуге. Адамгершілікпен де мен әрқашанда адамгершілікпен шешуге болады. Ол да бір жағдай болған шығар. Біреу туысқаны қайтыс болған шығар. Жол апатына ұшырап қалған шығар. Қайдан білесің мысалы? Басқа да мысалы әйелімен ұрысып қалған шығар. Көңіл күйі болмай қалған шығар мысалы. Әртүрлі болғаны. Бұл енді творчестволық жұмыс қой адвокаттың. Дұрыс. Оның көңіл күйі болмағанда мына жақта тағдыр сорлап жатыр. Иә, тағдыр сорлап. Бірақ енді міндетті түрде жаңағы адвокат өзіне қанша іс алады. Мысалы, сіз, мен айттым ғой, оң қойды жей алмаймын деп мысалы. Сондықтан мысалы сен бір істі жүргізе алмасаң, 10 істі алмай-ақ қой деген әңгіме ғой берді. Дұрыс айтасыз. Дұрыс па? Ал енді ашкөздікте болып тұр ғой. Ашкөздікте болуы мүмкін. Ашкөздікте болуы мүмкін. Сондықтан әр нәрсеге жаңағы адвокатпен де, заңгермен де келісім шартқа отыру керек. Ауызша жаңағы ол сізді қорғай алмайды. Ең басты мәселе адамдардың жаңағы алдануы неден? Адвокаттар, егер сізге бір адвокат, мысалы, мен енді біреу, этика бар ғой бізде адвокат деген. Мен анау, мынау деп, мысалы, саусағымды көрсетпей ақ қояйын. Бірақ кейбір адамдар айтады, маған мысалы бірнеше адвокаты болып, кейін олардан бас тартып, менімен келісім шарт жасап жатқан оқиғалар бар.
Олар сол кезде айтады, маған адвокат мен осы жұмысты шешіп берем деп айтқан дейді. Мен айтам, қалай шешіп берем дейді. Ол айтады, осындай жерде менің жаңағы ананы танимын, мынаны танимын, қызметкерді. Мен соларға кірем. Ондай да бар ғой. Иә, ондай да бар. Енді ол да бір алаяқтың бір түрі. Түсіндіңіз ғой да? Өте мәдениетті, қолында көшкісі бар алаяқтар болып тұр ғой. Ондай да болып кетуі мүмкін. Мен енді мүмкін. Енді сондықтан біздің заңнамада адвокаттар және құқықтық көмек беру заңында нақтылай көрсеткен. Жаңа келісімшартта да жаңағы Әділет министрлігімен бекітілген келісімшарт бар біздің. Ол жерде де нақтылап бүтін нүктесіне дейін көрсетілген. Адвокат істің оң және сол шешілетініне кепіл бермейді. Кепіл беру ол алаяқ. Кепіл берді ма ол алаяқ. Сол жерден тұрып кету керек. Міне, осыны ұмытпаңыздар. Ең басты мәселе сода. Дұрыс. Себебі адам баласының басына күн туған кезде, істі болып жатқан кезде, сол жерде бәрін шешіп, бәрін қатыратын азаматтар көбейіп кетеді. Дұрыс айтасыз. Олар өздері адвокатты да тауып келеді. Бір байқұстың басына түсіп жатқан оқиғадан небір ақша жасап жығылып шалынып жатқан адамды үстінен таптап өтіп кететін адамдар бар. Өте дұрыс айтасыз. Иә, ақшасын алып қалу. Ең басты мақсат ақшасын алып қалу. Соны шешіп берем. Енді көбінде мысалы келеді азаматтар айтады, менің жаңағы адвокаттық жұмысымның ақысы осынша деп айтам. Мен енді қымбаттау адвокат болуым мүмкін да. Бірақ олар айтады, мынау кішкене қымбаттау ғой, кішкене жаңағы скидкаң бар ма дейді. Түссеңіз бола ма дейді. Түссеңіз бола ма дейді. Мен айтам, иә, түсейін, жарайды деймін. Жарайды, түсейін деймін. Содан кейін енді келісімшартқа тұрып, сөйтіп жатқан жайда, мысалы, бір үзіліске шығып, далада тұрған кезде, мен осы мәселені толықтай шешіп тастауыма бола ма деп сұрайды. Заң аясында уақыт өте, әр сатыдан өткен кезде біз көреміз. Біз дәрігер сияқтымыз, жаңа мен айтып отқандай. Біз вскрытие покажет дейді ғой жаңағыдай. Сол сияқты біз хирург сияқтымыз, жаңағы істі алып оқымай, өтір нүктесіне дейін қарамай, мысалы дәрігер сияқты біз жаңағы ана жерде қандай ісік бар, ол злокачественно, доброкачественно біз білмейміз ғой, оның биопсиясы қандай не көрсететінін білмейміз. Сол сияқты біз істі оқу керекпіз. Өтір нүктесін зерттеуіміз керекпіз. Былай. Иә, ол жерде қандай ережелер болып қала ма? Жоқ, тергеудің кемшілігі болуы мүмкін. Не болмаса, ол жаңағы қылмыстық іс бойынша күдікті болмауға тиіс. Оған жаңағы бұлтарпау шара қолданбауға тиіс, мысалы. Бұл жерде, мысалы, ол оқиғада болмаған адам шығар. Оған көрсетіп жатқан азаматтар, мысалы, тергеудің жаңағында не дейді ана? Тергеу солай жазғызды ма, білмейміз ғой мысалы. Адамдар, мысалы, көп нәрсені, мысалы, енді біз тергеудің заңсыз жүреді, прокурор оны дұрыс қарамайды деп айта алмаймын. Барлық жерде оқыстар бар, барлық жерде кемшіліктер бар. Процессуалдық жаңағы не дейміз, несправедливость дейді ғой жаңағы қазақша. Әділетсіздіктер, процессуалдық әділетсіздіктер бар, болады. Іс созбалаңға созылып кетеді. Сол кезде біз жаңағы өтір нүктесін бәрін істі бүйтіп ашып қарамасақ, мына жерде жаңағы Меруерт Әйтенованың суреті тұр екенін көрмесек, ол жерде осы журнал, осы кісі бас редактор екенін көрмесек, біз қайдан білеміз оны? Деген әңгіме ғой жерде. Сондықтан әр нәрсенің жаңағы уақыты. Сол кезде ол айтады, мен барлығын шешіп тастасам, жаңағы сотқа жеткізбей деп қояды мысалы. Сол кезде мен айтамын, кешіріңіз деймін. Сізбен мен жұмыс істей алмайын деймін. Себебі сіз өзіңіздің басыңызға жаңағы күн туып, сіз өзіңіз бір кемшілік жасап, заңды айналып өтем деп жаңағы келіп, мені сол жаңағы өзіңіздің жаңағы заңсыз іс-әрекеттеріңізге жаңағы сыбайлас қылып жасағыңыз келіп тұр деймін. Мен тек қана заң аясында жұмыс істеймін. Пара алмаймын, ортада жаңағы жүрмеймін. Пара бермеймін. Тек өзіңіздің тағайындалған гонорарыңыз. Иә, тек өзімнің тағайындалған гонорарым, ол бойынша мен жаңағы есеп тапсырам, ол бойынша мен жаңағы салық төлеймін. Сондықтан заң аясында, тек қана заң аясында. Егерде басыңа іс түссе, қандай шешім қабылдайтыныңды білмесең, тек қана заң аясында шешім қабылда, сонда жеңесің. Сонда сен өзіңді де, басқаны да жаңағы бір үңгірге апарып азаптамайсың. Енді осы жерде мынандай бір заңды сауал туып тұр да, жаңа сіз айттыңыз ғой,
сотталып кете береді адам, бірақ уақыт өте келе бір тетіктер шығып қалуы мүмкін, бір жеңілдіктер жасап, бір жерлерден бір қате кетіп қалып деп отырсыз ғой. Енді қараңыз, 1 жасар баласы бар, алаяқ әйел. Енді мына заң жаңадан шықты, баласы кәмелеттік жасқа дейін сотталмасын деген. Иә, кәмелеттік жасқа дейінге уақыт созып бір сотталмай кететін бір мүмкіндіктер болып қалуы мүмкін ба? Жаза, тағайындалған жаза міндетті түрде ол өтелуі тиіс. Бірақ оған дейін заңнамада өзгеруі мүмкін. Оның тәртіптік жағдайы, содан кейін ол кісінің денсаулығына байланысты әртүрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін ғой. Содан кейін айтарым, істелінген қылмыс бойынша келтірілген залалды толықтай өтесе, ар жағынан біреу кешірім беріп жатса жәбірленуші, мысалы, талай нәрселер өзгерілуі мүмкін, жеңілдіктер болуы мүмкін. Қайта қарастырылуға, мысалы, ол енді жазалау органы, қылмыстық жазалауды атқару органы, уголовно-исполнительный орган дейді, КУИС, комитет уголовно-исполнительной системы, сол жерде түрменің басшылары, олар өздері өтініш білдіріп, мына кісінің тәрбие дәрежесі осындай, ешқандай әкімшілік, тәрбиелік кемшіліктер болған жоқ дейді ғой. Кемшіліктер болған жоқ, бұл жазасының осындай бөлігін өтеді, 3/1 бөлігін өтеді деп, мысалы, кейіннен шығаруы сотқа жүгінуі мүмкін. Сот пен прокурор сол жерде отырып, прокурор өзінің несін, заключениесін береді, қорытындысын. Сот сол жерде шешім қабылдайды. Оны мерзімінен бұрын босату, не болса жазаны ауыстыру деген бар. Әр жылына қандай да бір қаражатты мемлекет мүддесіне төлейді. Әр жылы, мысалы, қазір есімде жоқ, 400 мыңға дейін ғой, бір жыл. Сөйтіп, мысалы, бір жеңілдіктер болуы мүмкін. Баласы кәмелеттік жасқа толғанға дейін мемлекетке төлеп, сотталмай кетуі мүмкін. Жоқ, енді жаза тағайындалған күннен бастап, мысалы, сот көбінде, мысалы, 5 жыл шегеру дейді ғой, отсрочка дейді, 5 жылға дейін беруі мүмкін енді, мысалы. Тым ұзақ, мысалы, бере алмайды да, мысалы, тым ұзақ бере алмайды. Сондықтан кәмелет жасқа толғанға дейін, мысалы, енді баланың жасына да байланысты ол. Баланың жасына да байланысты, кәмелет жасқа. Кәмелет жасқа толады, бітті, сол күннен бастап бұл кісі жазаны өтеуге, жазаны өтеу орнына келу керек. Оны қарап отыратындар, полиция қызметкерлері бар, олар күнделікті жүйелі түрде бәрі тіркеліп отыр, бақылап отырады. Дұрыс айтасыз. Ал енді мына әйел аналарымызды көбірек толғандырып, жалпы отбасылық өмірдегі азаматшаларды толғандыратын бір мәселе қазір етек алып бара жатыр. Кәмелеттік жастағы балалар, 13, 14, 15-тегі. Мінездері күрт өзгерді дейді. Қылмысты да көп жасайды, өсекті, өтірікті көп айтады дейді, алдайды дейді, не бір ойындарға кетеді дейді, бірімен бәсеке дейді. Кәдімгі мектепті өмірінде маған ата-аналар солай жазады. Қоңырау соғып айтады. Айтыңыз сіз осы мәселені өзіңіздің эфиріңізде дейді. Кәдімгі мектептегі 9-8 сыныптағы балалар бір-бірімен жарысады екен. Біреудің әкесінің бір машинесі бар, екіншісінің 2 машине бар. Біреуінде iPhone 10 болса, біреуде iPhone 15 деген секілді. Буллинг дегендер сұмдық жасалынады, бірақ мектепте де көп айтылмайды. Негізінде ішінара осындай мәселелер көп деген осындай ақпарат бар менде. Сұрағыңыз? Енді осының басты себебі неде? Қазіргі біздің ырың-жырың өмірімізден емес пе? Мына отбасылық құндылық деген өте бәсеңсіп кеткен заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Негізінен бәрі мына интернет желілері кінәлі. Қазір Қазақстанда заң қабылданайын деп жатыр. Ол қабылданады міндетті түрде 16 жасқа дейінгі азаматтарға интернет желілерін, социальный сети дейді, оларға шектеу қойылады. 16 жасқа дейін? 16 жасқа дейін. Көрмейді мүлдем? Көрмеу керек. 16 жасқа дейін. Тіркелмеу керек дегеннен. Бірақ ата-аналарының телефондарынан ақ көруге болады ғой оларға. Бірақ сол үшін ата-аналар өзінің телефонының кодтарын ауыстырып,
балаларына бермеу керек. Ал енді сіз көріп жатырсыз, алыс жақын шетелдердегі біздің бауырларымыз болсын, немесе басқа славян халықтары болсын, сол жасөспірім балалардың әке шешесін өлтіруге дейін барып жатыр ғой, сол телефонға тыйым салған үшін. Ол бізде де орын алып жатыр ғой. Бізде де орын алып жатыр, ондай қылмыстар болуы мүмкін. Қазір Батыс Қазақстанда есімде болса, сондай бір қылмыс болған. Бірақ не үшін өлтіргені белгісіз, анасының жаңағы пышақтаған. Бұл жерде баланың психологиясына кері әсер тигізетін жаңағы интернет желісі. Ең бастысы ол әдемі өмір. Әдемі өмір, жаңағы сіз айтып тұрғанда біреудің мәшинесін бағалап, біреудің дүниесін бағалап, біреудің қалтасын жаңағы санап деген сияқты ақшасын. Ол деген бізде өстік қой, бала болдық. Бізде телефон болған жоқ. Менің телефоным, бірінші телефоным оқу бітіргеннен кейін 21 жылы. 21 жаста мен телефон алдым. Қарап отырсаңыз, психология дегеніміз, біз жақсы нәрсені біреуден көрсек, соған қызығушылық тудырамыз. Интернет не үшін, мысалы? Интернеттен пайда тауып жатқан жаңағы сол желілердің жаңағы басшылары, дұрыс па? Тым көбіне интернетке адам жаңа кірсе, олар көп пайда табады. Себебі сіз телефонға ақша саласыз ғой. Айтып жатырмыз ғой солар. Айтып жатырмыз. Сондықтан бүкіл жаңағы қызығушылықты тудыру үшін жаңағы интернетте әдемі көріністер, әдемі видеороликтар, әдемі жаңағы жарнамалар шығады. Сол үшін біз қызығамыз. Ол жерде әдеміден бұрын керісінше ықпал ететін заттар көп қой. Өте көп. Соның бәрі содан кейін жаңағы интернет желісінде бір-бірімен танысып, бөгде адамдар туыс емес. Олар баланың жаңағы психологиясына жаңағы кері әсерін тигізуі мүмкін. Олар баладан бүкіл үйіндегі болып жатқан дүниенің бәрін сұрастырып алуы мүмкін. Ақпарат алып, оны өз үлесіне, жаңағы өз пайдасына пайдалануы мүмкін. Сол үшін бала бұл жерде ортада тасымалдаушы болып қалуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Сосын мына жасөспірім қыз балаларға ересек еркектер достық жібереді, хат жазады соларға. Ондай да анықталып жатыр ғой. Ондай да анықталып жатыр. Ол көп орын алып жатыр. Сондықтан баланың психология, баланы еңбекке шақыру керек. Еңбекке баулау керек. Негізі қазіргі біздің болашақ жас жеткіншектер, олар буындары басқаша ғой, буындары. Олардың ойлау қабілеті, технологиялық жағынан және ойларын ашық жеткізе алатын азаматтар. Негізінен саналы азаматтар. Көбіне ерте дамыған балалар қазір. Қазіргі балалар ерте дамыған балалар. Себебі бәрі көрініс, телевизор, жарнама, арасындағы жағы мектепте болып жатқан әңгіме, дұрыс па, үйде болып жатқан, үйде балалар сізбен сөйлесе ме, балаларыңыз сөйлеспейді ау. Мысалы, сол сияқты ғой бұл жерде. Біз оларға қызық емеспіз ғой. Біз оларға қызық емеспіз, бір жағынан. Біз содан кейін өзімізден де бар ол. Өзімізден де бар, әке-шешеден де бар. Біз деген жаңағы сабақ оқыдың ба, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы сабақ. Жоқ, олай емес. Сен оны шақырып ал да отыр. Бүгін сені не қызықтырды? Бүгін адамдардың қасиетінде бойында қандай қасиетті байқадың? Сен бүгін қандай кемшілік жібердің? Сен оны қалай жаңағы ол кемшілікті жойдың? Или қандай оны кемшілікті жоюға қандай ықпал жасадың? Бүгін өз денсаулығың үшін, ата-анаң үшін, бауырың үшін қандай бір жақсылық жасадың, жақсы әрекет жасадың? Оқыстарды шығардың ба? Біздің бала кезімізде де бізді солай тәрбиелеген жоқ ата-анамыз. Жоқ, бізді тәрбиелеген жоқ. Ертеден кешке дейін жұмыста жүрді олар. Шобыртып баланы туып тастады, бір-бірімізді тәрбиелеп жүрміз ғой. Бізді көше тәрбиеледі ғой. Көше, көрші, туыс, ағайын, айдаладағы кеше апайыңның күйеуі болған жездең тәрбиелеп жатыр. Ей қыз, көшеде жүрсің деп. Малдың астын тазалап, суын беріп, шөбін беріп, сөйтіп өстік. Енді қазіргі жастарға мысалы бәрі қалада ғой, көбіне қалада. Ауылдың азаматтары енді жұмысқа бейімделген. Қаланың азаматтары қандай жұмыс істетесің оған? 4-1 бөлмеде не істетесің оған? Пол жуғаннан басқа, кір жуғаннан басқа, ыдыс-аяқ жуғаннан басқа не істетесің? Біз ауыр жұмыс істедік қой. Біз есік алдында қар тазаладық. Ауыр болса да үлкен күректі алып алып. Мынандай өзімізден үлкен балтаны тауып отын жардық. Дұрыс па? Дұрыс. Біз ауылдың баласымыз. Бірақ біздің қала өмірінде өмір сүрген қалалық замандастарымыз болды ғой. Қалалық замандастарымыз болды. Енді қазірге мен айтатым, жаңағы көбіне балаларды еңбекке, спортқа баулау керек.
олар өзінің жаңағы энергиясын дұрыс бағытта қазір шынықтыру керек денесін, және миын толықтыру керек, кітап оқу керек, олармен сөйлесу керек. Қазіргі балалар ата-аналармен неге сырласпайды? Себебі олар бұрынғы заманның азаматтары. Ал мысалы ауылды көрген, басқаны көрген, біздің ұлттық тамырымызды көрген, тамырымызды білетін азаматтар, оларға ол қызықсыз, оларға интернет, оларға Дубай, оларға Париж, оларға жаңағы Турция, неге Стамбулға бару деген сияқты мысалы. Қанын жарсады ғой сен, жазда қайда бардың дегенде? Жазда қайда бардың, біз жаңағы арыққа шомылып жүргенде, бұлар жаңағы Дубайда шомылғысы келеді деген сияқты. Теңізде жүреді. Сондықтан теңізде. Сол жақсы өмірге бағыттау үшін енді баладан, менің ойымша, баладан сұрау керек, сен бұл өмірде не қалайсың? Ол айтады, қандай үйің болуын қалайсың? Ол айтады, мен зәулім сарайда тұрғым келеді. Жарайды, ол қандай көлігің болуын деп қалайсың? Ол айтады, менде мысалы Феррари болсын деп қалаймын. Жақсы. Енді артқа жылжиық. Сен ол үшін не істеу керексің? Деп сұрақ қойған орынды болар. Ол үшін не керек? Ол үшін айтады, ол ақша керек деп. Ақшаны қайдан аласың? Ол айтады, мен жұмыс істеймін дейді. Сен қай жерде жұмыс істейсің? Мен мұғалім болып жұмыс істеймін деп айта алмайды ғой. Себебі мен бизнесмен боламын деп айтады. Дұрыс па? Мұғалім қайдан Феррари мінеді жаным? Қандай бизнесті игересің? Сен ол бизнес қандай пайда тауып алып келеді? Сен ол бизнесті қалай қойдың сол? Осындай үлкен қыруар ақша пайда табатын бизнесті қалай қойдың? Деген әңгіме. Оған не керек? Ақыл керек, оған мамандық керек. Ол мамандықты қайдан аласың? Ол мамандықты оқу орнынан, жоғарғы оқу орнынан алың. Жоғарғы оқу орнына барғанға дейін сен не істеуің керек? Мен мектепте оқуым керекпін. Сен ондай жоғарғы оқуға бару үшін, мысалы, ертеңгі завод басқада істеу үшін, сен мектепте жақсы оқу керексің. Соның артқа қарай басынан бастамай, сен неге сабақты дұрыс оқымай жатсың демей, сен түбінен баста дейсіз ғой. Түбінен баста, сен қандай жаңағы финиш, қандай сенде финиште не көріп тұрсың? Сен содан кейін барып артқа жылжысаң. Кішкене балалармен қазір енді біздің қоғамға байланысты, интернет желісінің дамығанына, технологияның дамығанына байланысты, қоғамда көптеген өзгерістер болуына байланысты, тек қана қоғамда емес, әлемдік бәсекелестік біз төтеп беруіміз керекпіз. Сол үшін біздің бала шағамыз даму керек. Қазір осыдан кейін тағы бір нәрсені айтып өтем, ол өте маңызды. Балалармен жаңағы ішкі жан дүниесінде не бар екенін білу үшін олармен кішкене бір дос болу керек. Дос болу үшін сен бір талапты қоймай, сен онымен әңгімеге тартып, оның ішкі жан дүниесінде не бар екенін, бүгінгі ауа райы тамаша, сенің ойыңша мен былай істейін деп жатқан едім. Мысалы, бір өзіңнің бір жоспарыңды айт. Мен былай істейін деп жатып едім. Мен осы жұмыстан мысалы кішкене ақша қиналып жатырмын. Басқа жұмыс іздесем ба? Саған кейін көмектессем ба? Саған пәтер, үй алып берсем ба? Сені шетелге жіберсем ба деген ойым бар. Сен маған көмектесе аласың ба? Сен бір ақыл кеңес бере аласың ба деп. Сол бір кішкене ашық сөйлесу керек. Біз жоспарымызды балаға айтпаймыз ғой. Біз айтпаймыз. Қазіргі ортада, қазіргі қоғамның өмірдің талабына сай, біз олармен қарым-қатынасты кішкене көбейту керекпіз бала шағамен. Қарым-қатынас. Бір жерге бірге серуендеп шығып далаға. Ақыл сұрай беріп, соларды бір көтеріп жібердік ау деймін да. Жоқ, көтеріп, бұл жерде көтерген емес. Көтеріліп кетті ау деймін да, бір данышпанмын деп ойлап қалады ғой сол. Данышпанмын деп ойлағаннан бұрын ол кішкене ашылу керек қой бала. Ашылу керек. Ашылу керек. Ең басты мәселе бір-бірімізді түсіну. Біз адам болып жаралғаннан кейін біз бір-бірімізді есту керекпіз, және біз бір-бірімізді сезу керекпіз. Арадағы сезім, ол эмпатиялық қасиет, біз осы қандай баланың мүмкіншілігі бар. Ол бала осы жұмыс істей ала ма? Өмірге нық аяғын баса ала ма? Деген біз 5 баламыз болса, 5-еуі де әртүрлі болуы мүмкін ғой. Бірақ біз ставканы кімге қоямыз? Деп ойламай, бәрінің өзінің бір ынтасына байланысты соларға бір бізде қалай, біз таңдаған жоқ, жағдай жасау керек. Бізде таңдаған жоқпыз ғой, таңдаған жоқ қой бізде. Сен болды машинист боласың, бітті кетті, машинист болып кетті ол, иә? Дұрыс емес па? Таңдаған жоқ. Оның өз ойы бар шығар, өзінің бір ынтасы бар шығар мысалы. Сол сияқты. Енді тағы айтарым,
біз енді Қазақстанда тұрып жатқанның бірнеше ұлттар тұрып жатыр, басқасы тұрып жатыр. Бірақ біз көршілес мемлекеттер бар, шетел бар, Қытай бар, Америка бар деген сияқты. Менің үлкен сұрағым қоғамға. Қазақ қазақша ойлай ма? Ойламайды. Вот. Орысша ойлайды, сосын аударады. Иә. Мысалы, орыстар бізге сұрақ қойса, аударамыз біз. Телефон нөміріңіз, иә? Телефон нөмірі бас. Телефон нөмірді айтыңыз десе, бірден ойлап аламыз. 8 705 268 деп бүйтіп ойлап, бірден орысша нетіп енді аламыз. қараңыз, тыңдаңыз. Сосын аударамыз оны. Bu yerде мәселе орыстарда да емес, басқада емес. Қытай қытайша ойлай ма? Жоқ, орысша ойлай ма? Қазақша ойлай ма? Қытай ма? Қытай. Қытайша ойлайды ойсын, Қытай ойлайды. Европалық қай тілде ойлайды? Өз тілінде ойлайды. Америкалық өз тілінде ойлайды. Иә. Біз неге өзімізше ойламаймыз? Біз қазақ болып, ұлттық тамырымыз бар, атамұрамыз бар, аманатымыз бар. Біз неге қазақша ойламаймыз? Менің ойымша, яғни тағы да бір біздің дамуымызға кері әсер тигізіп жатқаны қазақтың қазақша ойламауы. Ол мейлі қарапайым халық болсын, биліктегі азаматтар болсын, қызметтегі азаматтар болсын, бизнес ортадағы азаматтар болсын. Олар қазақ болып қазақша ойламаса, ол өзінің түп тамырын толықтай біле бермейді. Өзінің бала шағасына тарата алмайды, кейінге қалдырып кете алмайды. Бізге аманат ретінде ата-бабамыз қан төгіп, тер төгіп осы жерді қалдырды. Дұрыс па? Сондықтан бізді саналы азамат болады, біздің халқымыз байиды, қазақтар дамиды деп олар тастап кетті осы жерді, елді, дұрыс па? Біз енді тарадық. Тарағанда енді әртүрлі бір себептермен біз басқа тілді игеріп кеттік. Басқа тілді білу керек. Міндетті түрде президентіміздің айтып жатқаны, мемлекет басшысы ағылшын тілі мен Қытай тілін жақсы игеріңдер, ол сендердің жолдарыңды ашады деп қазір бір бағыт-бағдар беріп жатыр. Ол өте дұрыс. Бірақ бірінші өз тілінен бастау керек. Өз тілінен бастау керек. Қазақ қазақша ойласа, ол менің жерім үшін, елім үшін деп қызмет жасайды. Ол тұрмыстық зорлық-зомбылық, жасөспірімдерге сексуалдық қылмыстар, мысалы, ұрлық. Біз не істеп жүрміз? Бір-бірімізді алдап, алаяқтыққа барып жүрміз. Сіз алаяқтықтан бастадыңыз ғой. Қазір алаяқтық қылмыс біздің Астана, Алматы және басқа үлкен қалаларда бірінші орын алып жатыр. Алаяқтық қылмыс. Бірінші орында осы қылмыстар тұр. Иә, республикалық статустағы 3 қала ғой өзі. Алматы, Астана, Шымкент. Иә. Осы үшеуі рекорд қой. Рекорд болып отыр, алаяқтық. Иә. Сондықтан менің айтарым, біріншіден қазақша ойласын, ел үшін, жер үшін қызмет жасасын. Басқа ұлтты мен айтып тұрған жоқпын, басараздық тудырып тұрған жоқпын. Біреуді кемсітіп, жанжалдыққа шақырып тұрған жоқпын. Мен әр ұлт өзінің тілін білу керек деп жатырмын да. Әр мемлекеттегі ұлттар өз тілін білу керек, мысалы. Сол тілде өзінің түп тамырын біліп, еліне, жеріне қызмет жасау керек. Өте дұрыс. Тамырын білу керек, тамырын. Ата-бабасының тастап кеткен аманатын дамыту керек. Біз байысақ болды, біз шетелден үй алуымыз керек, біз Турциядан үй алу керекпіз, болмаса Германиядан, басқасын, Парижден, Лондоннан, дұрыс па? Дүние мүлкіміздің бәрі шетелге кетіп отыр. Швейцарский банкте, дұрыс па? Неге біз осы жерге салмаймыз деген әңгіме ғой. Біз орысша ойлағандықтан ба, шетелше ойлағандықтан ба деген бір сұрақ туындайды да. Сондықтан бір құқықтық сауаттылық міндетті түрде, қаржылық сауаттылық міндетті түрде. Ештеңеден бір істі бастардың алдында маманмен ақылдасып алып, құжаттар толтырып, келісім шарт толтырып, содан кейін барып істі бастау керек. Бәрі құжат жөнінде рәсімделу керек. Құжатпен уәкілетті органдар арқылы, нотариус арқылы, дұрыс па, адвокат арқылы, сонда сіздің құқықтарыңызды ертең қандай да бір сұрақ туындаған кезде сіз көрсетесіз, менің міне құжатым бар, менің міне түбіртегім бар, мен төледім, уақытысында, дер кезінде осындай шарт бойынша жұмыс жасалмады деген сияқты сұрақтар болған кезде сіз айтасыз, айналайын, міне бәрі бар.
Ал ауызша сөз көбіне қазір тергеуге барады, тергеу сұрайды. Сізде араңызда келісімшарт бар ма? Сіз ақшаны қалай төледіңіз, қолма-қол бердіңіз бе? Бәрі айтады, қолма-қол бердім деп. Бір шәугім шайдың ішін басында бердім дейді. Даладан бердім, көшеден бердім дейді. Көшеде кім ақша береді адамға? Сол мәселенің бәрі. Дұрыс. Бұрында қағаз сөйлеген, қазірде қағаз сөйлейді. Өте дұрыс. Қағаз екі есе сөйлейтін заманда өмір сүріп жатырмыз. Дұрыс айтасыз. Біз енді ана тілімізде іңгә деп туылдық қой енді, анамыздың жатырынан шыққанда. Дұрыс айтасыз. Дүниенің жарық дүниенің есігін ашқанда, орысша ана тапса да, қазақша ана ауылда тапса да, іңгәлаған кезде өзі Алла тағала ұрығын салғанда қазақ деп ұрығын салды ғой. Дұрыс айтасыз. Өзіміздің бар болмыс бітімімізді қолдан өзгертуге тырыспайық дейсіз ғой. Иә. Өте дұрыс айтасыз. Сонымен біздің сұхбатымызға арнайы шақыру алып келгеніңізге рахмет. Жұмысыңыз қауырт. Өте мына елдің ішінде дүрбелең салып жатқан резонансты істерді басқарып, аяғына дейін жеткізіп жатырсыздар. Көбінде оң нәтижені көріп жатырмыз. Өзіңіздей білікті, абзал азаматтар көп болсын. Рахмет. Сіздердің де істеріңізге сәттілік. Рахмет айтамыз. Мынау құқықтық сауаттылық, қаржылық сауаттылық деп жатырмыз. Содан кейін мынау мәдениет. Біз көбінде ең заң бар, бірақ көбінде адам сол заңды қолданудың орнында басқа жолдар іздеп кетеді. Заңды қолданудың орнында басқа жол іздеп кетеді. Бірақ құрығы қысқа. Құрығы қысқа. Иә. Сондықтан бұл жерде адвокаттың ең басты міндеті құқықтық мәдениетті қалыптастыру қоғамда. Және билікте де, қоғамда да заңның жоғары екенін соны түсіндіру, соны ашып жайып салу. Сондықтан барлық әрекет заң аясында болу керек. Заң қорғау үшін бәрі шығарылған. Қорғау үшін. Өте дұрыс айтасыз. Мінекей, көз алдарыңызда отырған тағы да біздің белгілі заңгер адвокатымыз және белгілі спикер, әлеуметтік маңызы бар бағдарлама ток-шоуларда өздеріңіз көріп жүрсіздер, қаншама істі оң нәтижесіне шығарып жатыр. Сондықтан да осындай мықты мамандардан кеңес алыңыздар. Өмірімізді ауырлатпайық, өз елімізде, өз жерімізде біз жеңіл өмір сүруіміз керек. Сонымен сіздермен болған Меруерт Айтенова қымбат сұхбат YouTube каналында және елімізге белгілі спикер, юрист-адвокат Асылбек Абдраимов мырза. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлеметте болайық. Сау болыңыздар.